ұстаздар және білім шыңына талпынған студенттер. Değerli misafirler, kıymetli akademisyenler ve sevgili öğrenciler. 25 қазан еліміз үшін аса маңызды мереке Қазақстан Республика күні. Баршамызға ұлттық мереке құтты болғай. Қазақстан Республика күніне арналған салтанатты жиынымызға қош келдіңіздер. Kazakistan tarihi için önemli günlerden biri olan 25 Ekim, Kazakistan Cumhuriyeti'nin kurulduğu gün. Bu vesileyle Kazakistan Cumhuriyet Bayramı'nı hep birlikte coşkuyla kutlamak için tertip edilen törenimize hoş geldiniz. Қазақстан Республикасы және Түркия Республикасының киімдері шырқалады. Жарқырап жанған күндей азаттығы, көрінер ұлтымның да ғажаптығы. Республика күнімен құттықтаймыз, өйткені ол ұлт күні, қазақ күні. Елдің мемлекет құру жолындағы тарихи қадамының символына айналған бұл мереке 1990 жылы 25 қазанда тұңғыш тәуелсіздік декларациясы қабылданып, әлем алдында өз еркіндігі мен бостандығын жария етіп, ата-бабамыздың сан ғасырлық арманы жүзеге асқан күн. Ендеше Қазақстан Республика күнімен құттықтау және марапаттау үшін сахна төріне университетіміздің ректоры Темірбекова Жанар Амангелдіқызы және ректор өкілі Женгес Томар мырзаны қошеметпен шақырамыз. Kutlama konuşmalarını gerçekleştirmek üzere
Rektörümüz Sayın Doktor Caner Temir Bekova ve Rektör Vekilimiz Sayın Profesör Doktor Cengiz Tamar hocalarımızı sahneye davet ediyoruz. Құрметті әріптестер, ардақты ардагерлер, сүйікті студенттер. Баршамызға 13 жылдан кейін қайта бекітіліп, еліміздің тәуелсіздігінің алғашқы қадамы болып саналатын Республика күні құтты болсын. 25 қазан 1090 жылы өздеріңіз білетіңіздей еліміздің тәуелсіздігі үшін өте маңызды құжат Қазақстан Республикасының егеменді жайында декларациясы қабылданды. Бұл декларация расында да тарихи бір құжат еді. Себебі оның ішінде әлеуметтік, құқықтық және басқа да маңызды мәселелер белгіленіп, дәл сол күннен бастап республикамыздың тәуелсіздік жолындағы ең маңызды шешімдер қабылданған еді. Өздеріңіз жақсы білесіздер, тәуелсіздігіміздің алғашқы жылдарында дәл осы күні 25 қазан республика күні өте жоғары деңгейде аталып келді. Кейіннен 91 жылы 16 желтоқсан күні тәуелсіздігіміздің күні жарияланып, үлкен құжат тағы да қолға алынды. Міне, сол күннен бастап еліміздегі өте үлкен өзгерістер, тәуелсіздік жолындағы үлкен жұмыстар басталып кетті. Қазіргі таңда осыдан 13 жыл бұрын өкінішке орай бұл республика күніменен құттықтауды ара бердік. Ал енді араға 13 жыл салып, осы биылғы жылы 16 шілде күні Ұлытауда өткен үлкен құрылтайда міне ел тағдыры үшін, еліміздің тәуелсіздігі үшін осы маңызды күн қайтадан мерекелік тізбеге енілді. Сондықтан әрине біздер үшін үлкен қуаныш. Міне осында отырған үлкен буын жақсы біледі. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары бұл өте үлкен мейрам болып құттықталды. Дәл мен сол кездері шетел асып, Түркия Республикасында студент міне осы залда отырған студенттер сияқты. Сол 25 қазан күні біз ерекше күтетінбіз. Себебі ол күні Қазақстан Республикасының Анкара қаласындағы елшілігі міндетті түрде елден арнайы үлкен делегация келіп, сол жерде осындай дәл үлкен сахнада үлкен мерейтойменен аталып өтеді. Мысалға, әлі есімде 94 жыл болу керек. Сол Анкараның төрінде Анкара опера және балет театрында Нұрғиса Тілендиев композиторымыз бастаған өте үлкен Абай операсы менен сол үлкен коллектив келіп, сол күнгі көрген концертіміз, сол күні ән шырқаған Майра әншіміз әлі де біздің жадымызда. Сондықтан осындай керемет күні, керемет естеліктерге тола берсін деп, біздер де бүгін бір жақсы салтанатты кештің тағы бір миссиясы бар. Жаңа жүргізушілер атап өтті. Дәл осы сахнада біраздан кейін біздер осы тәуелсіздік бойынша 30 жыл бойынша университетімізде ұзақ жылдар бойы өзінің адал еңбегін атқарып, шәкірттерін шығарып, керемет үлгілі ұстаз болған біздің ардагер ұстаздарға университетіміздің 30 жылдығына арнайы шығарылған, арнайы бекітілген сондай мерейтойлық төсбелгіні табыстаймыз. Сондықтан осы күн біздер үшін маңызды, тағы да баршаңызға құтты болсын деп айтқым келеді. Çok değerli çalışma arkadaşlarım, sevgili öğrencilerimiz, Ekim ayı tıpkı Ağustos ayında olduğu gibi iki ülkenin bayramlarının çakıştığı aylardan bir tanesi. Önümüzdeki hafta içerisinde hem Kazakistan hem Türkiye
Cumhuriyetlerinin kuruluşunu kutluyorlar. Ağustos ayında da aynı şekilde hem Kazakistan'ın hem Türkiye'nin bayramları üst üste denk gelmekteydi. Tabii bu bayramlar bizim tarihimizi hatırlamamız için önemli bir vesile. 30 yıl Kazakistan için, Türkiye için ise yaklaşık 99 yıl, yani seneye 100. yılını kutlayacağız Cumhuriyet'in ve demokrasinin. Tabii bugün elde ettiğimiz bu kazanımlar çok kolay elde edilmedi. Bu kazanımları elde etmek için bizim dedelerimiz, babalarımız, atalarımız kanlarını döktüler, şehit oldular, düşmanlarla savaştılar, istiklal için çok çaba sarf ettiler. Biz bugün rahat bir ortamda bu bayramları kutlayabiliyorsak, bu bizim dedelerimizin, babalarımızın çabalarının bir sonucu. Onun için biz istiklalin her an kaybolabilecek bir şey olduğunu düşünerek kendimizi geleceğin şartlarına hazırlamamız gerekir. Zira istiklal sadece toprakla ilgili bir şey değildir. Kültürel olarak da istiklalinizi kaybedebilirsiniz, bağımsızlığınızı başka yönlerden de, ticari olarak da, ekonomik olarak da. İşte bunu önlemenin en önemli yolu bugün sizlerin, geleceğimiz olan sizlerin önümüzdeki yıllar için çok donanımlı olmanız ve Türk dünyasının bağımsızlığını ilelebet müdafaa etmenizdir. Biz buna yapacağınızdan eminiz. Ama bu günlerin bizim için hem sevinç günleri hem de sorumluluklarımızı hatırlamak günleri olarak düşünürsek, kendimizi de bu manada dedelerimizin, babalarımızın yaptığı, çektiği cefaların, emeklerin karşılığında biz bugünkü konforlu ortamlarda ülkemiz, vatanımız, Türk dünyası için ne yapıyoruz? Hangi armağanlarımız var, hangi ümitlerimiz var, hangi hayallerimiz var diye de düşünmemiz gerektiğini hepinize, tekrar genç arkadaşlarımıza söylemek istiyorum. Tabii bağımsızlık, cumhuriyet, bunlar çok önemli kavramlar ama bu kavramların içini doldurmak, bu kavramların içini düşünmek özellikle bize, üniversitelere, akademisyenlere ve sizin gibi genç öğrencilerimize düşüyor. O nedenle sizlere, bizlere büyük sorumluluk var. Toplumun liderleri, toplumun beyni, mefküresi, müfekkirleri olarak. İnşallah tabii ki 30 yıl önce pek çok Türk devleti bağımsızlığını kazandı ama hala esaretini sürdüren Türk devletleri var. Ben Yüce Allah'tan bu Türk kardeşlerimizin de bir an önce bağımsızlıklarını almalarını bu vesileyle temenni ediyorum. Bu vesileyle hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ederim. Sizlerге zorалығыңызды білдіреміз. Ендеше марапаттау рәсіміне кезек берейік. Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінің 30 жылдық мерейтойына байланысты арнайы марапат иелерін сахна төріне шақырамыз. Алдымен спорт және өнер факультетінің марапат иелерін шақырамыз. Әбділлаев Әбдіқалық, Елеуов Сауранбек, Ералин Қуандық, Валиев Али, Күздеубаева Алия. Келесі кезекте әлеуметтік гуманитарлық ғылымдар факультетінің марапат иелерін шақыратын боламыз. Мұстафаев Оразбек, Садық Сейдулла, Дайрабаева Гүланда, Тоққұлова Гүлсара, Сердәліп Бекжігіт, Адилбекова Сабираш, Торбаева Джамиля, Құлахметов Болат, Тұрсын Хазретәлі, Сандыбаева Ақмарал, және Ашықбаева Гүлмира. Төсбелеріңізді алсаңыздар.
марапатиелерін құттықтай отырып сахна төрінен қошеметпен шығарып салайық. Марапатымыз әрмен қарай жалғасатын болады. Келесі кезекте жаратылыстану ғылымдары факультетінің марапатиелерін шақыратын боламыз. Жұмаділлаева Светлана, Мейірбеков Абилда, Тұртабаев Сәрсенбек, Ерденов Мұрат, Назарова Күлзина және Усманов Қайра. Келесі кезекте медицина факультетінің марапатиелерін шақырамыз. Ажаев Совет, Дилбарганова Сай, Талғанбаева Зейнет, Нурхасимова Раушан, Ишигов Ибрагим, Сейдинов Шора, Омаралиев Мустафа, Шелебаев Мурат, Оспанова Эльмира, Асанова Галия, және стоматология факультетіндегі ұстазымыз Шарынбекова Бейсенкөл. Қошемет шапалақтарыңыз.
Ыдырыс Серікбай. Ерманкулова Римма. Изатуллаева Бибігүл. Дандаева Ботакөз. Баритинова Айгүл. Және филология факультетіндегі ұстаздарымызды шақыратын боламыз. Қошанова Нағима. Еркебаева Гүлфайруз. Чаканова Селиме. Жалқыбай Гүлімжан. Ергөбек Құлбек. Сахитжанова Зада. Жанатаев Казакбай. Байнакараева Перуза. Бимагамбетова Алина. Якиева Гульмира. Алимхан Гульжан. Естелік ретінде студентке түсіп алайық. Марапат иелерін құттықтай отырып сахна төрінен қошеметпен шығарып салайық. Жоғары медициналық білімнен кейінгі білім беру факультетінің ұстаздарын шақыратын боламыз. Абдухалықов Абай. Абралиева Гүлзия. Түзелбаев Нұрдилла. Казбекова Кенжетай. Сартаева Каламкас. Және дайындық орталығындағы ұстазымыз Елесбекова Илюфар.
және инженерия факультетіндегі ұстазымыз Арасулов Абдрахим. Қошемет шапалақтарыңыз. Университет басшыларына алғысымызды білдіре отырып, сахна төрінен қошеметпен шығарып салайық. Тұғырлыған декларация және ұлттық идея баяндамасын оқитын тарих кафедрасының профессоры, тарих ғылымдарының докторы Тұрсын Хазретәлі Мағанұлын сахна төріне шақырамыз. Құрметті әріптестер, құрметті білімгерлер, бүгін еліміз болып, мынау республика күні мерекесін ұлықтап отырмыз. Енді тәуелсіздікті тұғырлаған декларация және ұлттық идея дегенде біз сіздердің алдарыңызда осы мерекенің мәнін, маңызын түгел айтып шығуымыз міндетті емес. Қысқа негізгі мәселелерге тоқталып кетейін. Еліміздің тәуелсіздік алуының куәсі болған және шама шарқына қарай осы тарихи оқиғаның орнығуына өз үлестерін қосқан аға буын зиялы қауым. Тәуелсіздік жылдары дүниеге келіп, еркін тыныстап, емен жарқын қуана алған ұлтымыздың болашағы, кейінгі буын жастарымыз. Біз бүгін тәуелсіздігімізді тұғырлаған Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы декларация қабылдануына арналған жиынға алқалап келіп отырмыз. Бүгінгі күн республика күні болып, мерекелер қатарынан қайтадан орын алғандығы бәрімізді де қуантады. Енді бүгінгідей мерекелі жиында көлеңкелі ойларды айтқымыз жоқ, дегенменен айтпасқа тағы да лажымыз жоқ. Кейінгі буынның арасында 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның тәуелсіздігі туралы конституциялық заңның қабылдануын, соған сай тәуелсіздіктің жариялануын аспаннан салбырап түскен оңай олжадай қабылдайтын ұшқары пікірлер кездесіп қалады. Олардың дәлелі Кеңес одағы өздігінен өзі ыдырап жатқан уақытында тәуелсіздікті жариялауға қандай саяси ерік керек еді деген әңгімеге саяды. Сөздің ақиқатына көз жеткізуіміз үшін сіздерге арнаған сөзімді ұлттық идея және тәуелсіздік декларациясы деп түйінді тарқатуға тура келіп тұр. Енді ұлттық идея дегеніміз ол не? Ұлттық идея дегеніміз бір күнде, бір сәтте пайда бола қалатын нәрсе емес. Бұл бірау сөзбен айтқанда қоғам мүшелерінің елінің өткені, бүгінгі күні және болашағына негізделген, оны өмірлік әрекеттерге жұмылдыратын, соған сәйкес қоғамдық ахуалды танытатын түсінік ұғым деген мағынада қолданылады. Ұлт болған соң ұлттық идея болуы керек. Ұлт болу үшін елді қалыптасып тұратын бастаулар, территория, онда тұратын халық, бір тұтас мемлекеттік басқару, ол да керек. Міне осы формалар түгелденгенде ғана ұлттық идея өз қызметін іске асыра алады. Ұлттық идеяның бірнеше тармақтары бар. Ол тұлғаның өмірі мен қажетіне қарай мотивациялық жұмылдырушылық, ұлтты тұтастандырушылық, ынтымақтастырушылық, әлеуметтік құқықтық бағыттаушылық, құндылыққа бағдарлаушылық және ең бастысы патриотты қалыптастырушылық. Міне осындай басты құндылықтар
басты құндылықтар кез келген қоғамда ұлықталуы тиіс. Енді қазақ тарихы, отан тарихы бірыңғай жарқын парақтардан ғана емес, сонымен бірге шерлі де, мұңды, бодандықтан да тұратындығын ескеруіміз керек. Қазақ хандығы аталатын ұлттық мемлекеттігіміз ыдырап, патшалық Ресейдің боданына кіріптар болуымыз біздің шерлі тарихымыз, мәдениетіміз бен руханиятымыздың зар заман кезеңі. Міне осындай қиын қыстау кезеңде де халықтың саяси бағдары, асыл құндылығы, ұлттық мемлекеттігіміздің жығылған туын қайта көтеру, шайқалған шаңырағымызды қайта көтеру болды. Отарлыққа қарсы 18 ғасырдың соңында сырым батыр бастаған көтерілістен 20 ғасырдың бас кезіндегі ұлт-азаттық көтеріліске дейінгі аралықта халқымыз тәуелсіздікке қол жеткізу үшін қолына қару алып, аяусыз кескілескен күреске шықты. Исатай Махамбет, Кенесары Наурызбай сияқты ерлер тәуелсіздік үшін қол бастады, ел бастады. Олардың ерлігі мен өрлігі бүгінгі ұрпаққа өнеге дейтініміз осы. Осындай арда азаматтарымыздың ерлігінің, өрлігінің нәтижесінде бүгінгі тәуелсіздігіміздің іргетасы қаланды. 20 ғасырдың бас кезінде осы қарулы күрес тәжірибесін енді қазақтың ағартушылары, мәдени рухани құндылықтары европалық біліммен ұштастыра алған зиялыларымыз қалың шоғыр болып өсіп шықты. Олардың саяси мәдени ағартушылардың жарыққа шығарған Қазақстан, қазақ, бостандық туы, қазақ тілі, айқап деген басылымдарының атының өзі ұлттық идеяны паш етіп тұрды. Мысалы, Ресейдің боданында жүріп 1909 жылы Троицкий қаласында жарыққа шыққан Қазақстан газеті атының өзі неге тұрады? Ол кезде бізді киргизы, киргиз кайсаки тағы деп атап келген кезде Қазақстан деген атауменен газет шығару бұл үлкен ерлік еді. Міне осы кезде елдің мәдени рухани тізгінін қолына алған көшбасшыларымыз Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Жақып Ақбаев және тағы басқа көптеген алаштық қайраткерлер 1917 жылы екі таңдау тұрды еліміздің алдында. Қазан төңкерісі және ақпан төңкерісі. Осы екі төңкерістің арасында қазақтың ел болуы үшін бірінші кезекте саяси билікке қолы жеткізілуі керек. Саяси билікке қол жетсе ғана қазақ егемен ел болады деген сол үлкен саяси тұғырнама жасады. Енді осы бүгінгі күні біздің осы алаш қайраткерлерінің жасаған саяси тұғырнамасы кешегі Кеңес одағының құрамында болған 70 жылымыз бар. Осы 70 жылдың өзінде Қазақстан, Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасы деп одақтас республика болып мәртебесі асқақтағаныменен бұл бәрібір де үлкен ағаның қолына қарап қалған жағдай еді. Міне осы кездің өзінде ұлттық идея өшкен жоқ. Соңғы бір жаңғырығы 1986 жылғы желтоқсан оқиғасы. Міне ал желтоқсан оқиғасының жеңісінде иеленіп кеткісі келгендер осы желтоқсан оқиғасына тікелей араласқан бұл қазақ ұлтшылдығы дегенді айыптап бүкіл елге күйе жақты. Жеке адам, жеке топ ұлтшыл болуы мүмкін. Ал бірақ бүкіл ұлтшыл бола алмайды. Оның үстіне өз аумағына, өз құшағына жүздеген ұлт пен ұлыстың өкілдерін сыйғызған қазақ еш уақытта да ұлтшыл бола алмақ емес еді. Міне мынау қайта құру деген үлкен кезең өтті. Аға буынымыз жақсы білеміз. Сол қайта құрудың кезеңінде біздің күнде бір жаңалық естіліп жататын, біздің жаңалыққа етіміздің үйреніп кеткендігі соншалықты ол жаңалықты жаңалық екен ау деп қабылдамайтындай жағдайға жеткенбіз. Міне осындай кезеңде 1990 жылдың 25 желтоқсанында Қазақ СССР жоғарғы кеңесі Қазақстанның тәуелсіздігі туралы декларацияны қабылдады. Ал осы декларацияны қабылдағанда біз бүгін
сондай шаттанып қуанып отырмыз. Ал бірақ сол кезде қалың көпшілік бұл декларацияның осындай елімізді егемендікке, тәуелсіздікке алып барады ау деген ойы бола қойған жоқ. Кеңес одағы тарайды деген ой болған жоқ ол кезде көпшілікте. Дегенменен уақыт өткен сайын мынау біздің осы тәуелсіздік декларациямыздың мәні, маңызы асып асқақтап келе жатыр. Осыған байланысты мен енді мына халқымыз үшін тағдыр шешті құқықтық негіз қабылдаған екі құжат бар. Біреу тәуелсіздік декларациясы болса, екіншісі тәуелсіздік туралы конституциялық заң. Міне осы екі құжаттың қабылдануы сол кезде еліміздің басшысы, ұлттың лидері болған Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен еңбегі деп айтуымыз керек. Оны біз жоққа шығара алмаймыз. Дегенмен осы декларация қабылданған күннен бастап мемлекеттік мерекелердің күніне тізіміне еніп еді. 2009 жылы кенеттен мемлекеттік мерекелер тізімінен шығып қалды. Бұған да жаңалыққа селтетпейтін кейбір адамдар сияқты бұған да онша мән бере қоймады. Өйткені бүгін қоғамның өзі соған алып бара жатыр еді. Дегенмен осы тәуелсіздік декларациясы қабылданған күні, республика күні мемлекеттік мерекелер тізімінен неге шығып қалды? Оның астарында да үлкен бір саяси мәндер бар еді. Ол мән қандай? Тәуелсіздік декларациясы бізге ұлттық құндылықтарды, саяси, азаматтық, демократиялық құқықтарды, құндылықтарды бізге ұсынып еді. Міне, осы декларация тәуелсіз дамуымыздың, қалыптасуымыздың үлкен бастамасы болады деген. Шын мәнінде осылай болды. 1993 жылғы, 95 жылғы қабылданған конституцияларымыз бүкіл әлемдік конституциялардың деңгейінде қабылданды деп айтсақ, оның негізінде осы тәуелсіздік декларациясы жатыр еді. Енді сол саяси ұлттық құндылықтарымыздан қалай шегіндік? Бір екі ғана мысал келтірейін. Осы декларацияның 7-ші бабында мына кеңестік кезеңдегі қуғын-сүргін тағысындағы мәселелерменен өзге елдерге көшіп кеткен, көшуге мәжбүр болған қазақтарды елге қайтып оралту деген мәселе бар. Осы мәселе бойынша алғашқы кезде қандастардың оралуына өте керемет жағдай жасалынған болды. Бірақ кейін бұл жұмыстың өзінде мораторий жарияланды. Тіпті азаматтық алудың өзін, берудің өзін 5 жылға шектеп тастады. Міне осы жағдай Қазақстанға оралатын миллиондаған қандастарымыздың жолына тежеу болды. Бұл да жаңағы біз айтып отырған декларациядағы құндылықтардан шегіну. Екінші мәселе, 11-ші бапта жер, су, оның қойнауы, су, әуе кеңістігі тағысындағы осылардың барлығы мемлекеттің меншігі болады деген мемлекеттің меншігі болады, және тәуелсіздігіміздің тірегі болады деген құндылық бар еді. Дәл осы құндылықта біз құндылықтан тағы шегіне бастадық. Оның мысалы шетелдіктерге жер сату туралы заңдардың, заңнамалық құжаттардың жаңағы кешені дайындалып қойылды, алдын ала халыққа айтылды. Міне осы кезде халық алаңдады, саяси көңіл күйі бұзылды. Соның нәтижесінде ол заң қайтарылды. Міне осының барлығы бізде ұлтты ұлықтаудың ең басты мәселесі екен. 20-ші ғасырдың бас кезінде алаштық қайраткерлердің алдында қойған іздеген жауабы сауалы мынау болды. Ол мәңгілік сауал еді. Қалай ел боламыз, қашан ел боламыз, және қандай ел боламыз? Олар осы сауалдың жауабын тапқандай еді. Бірақ кеңестік қоғамда осы бір дайын жауабы табылып тұрған мәселе кеңестік қоғамда мүлдем басқа қырынан шешіліп кетті. Ал 90-шы жылы бұл мәселеге құқықтық сипат берген осы тәуелсіздік туралы декларация еді. Құрметті зиялы қауым, құрметті білімгерлер, сіздерді қазақ болып тұрғанда, Қазақстан мемлекеті болып тұрғанда сонымен бірге жасайтын және біздің жасампаздық істерімізге жол сілтеп тұратын
тәуелсіздік декларациясы қабылданған бүгінгі тәуелсіздік, бүгінгі республика күні құтты болсын, және осы республика күнінің қайта оралуы баянды болғай. Рахмет. Ұстазымызға зор алғысымызды білдіреміз. Келесі кезекте республика күніне арналған концерттік бағдарламамызды қабыл алыңыздар. Азаттықтан асқан тәуелсіздіктен тәтті ұғым жоқ. Егемендігіміз тұғырлы болсын. Алдарыңызда Атамекен ұлт аспаптар фольклорлық ансамблінің орындауында Бәден Айзановтың күйі «Егемен Қазақстан» қабыл алыңыздар. Şimdi programımıza konser gösterimiyle devam ediyoruz. Huzurlarınızda Atameken Orkestrası. Алдарыңызда Атамекен ұлт аспаптар фольклорлық ансамблі. Құрмет қошеметтеріңіз.
Атамекен ансамбліне құрмет қошеметтеріңіз. Қыран құсым көк аспанда самғасын, желбіресін көк байрағың сан ғасыр. Жасылондар берік ұста туыңды, жарқыратып туған елдің таңбасын. Келесі кезекте сахнада Би Сұлтан би ансамблі Қамажай биімен қошеметпен қарсы алыңыздар.
Бейсұлтан би ансамблі, құрмет қошеметтеріңіз. Келесі кезекте сахна төрінде Аман Ерсен отан ана әнімен қарсы алыңыздар. Қиын жолдарда аман келеміз, ахау заман саған сенеміз. Жарқын жақсы күнде арнап сәлем береміз. Жайнап Келесі кезекте байтақ елім қазағым әні орындайтын Кенжеханұлы Ерсайын қошеметпен қарсы алыңыздар.
Келесі кезекте Би Сұлтан би ансамблі Әгугай бимен қошеметпен қарсы алыңыздар. Келесі кезекте Ералиева Мадинаның орындауында Қазақстаным алға әні қабыл алыңыздар. не деген шақ
Осымен республика күніне арналған салтанатты кешіміз өз мәресіне жетті. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар. Biz ezelden beridir hür yaşadık, hür yaşarız. Değerli misafirler, Cumhuriyet Bayramı kutlanan törenimiz sona ermiştir. Devletlerimiz var olsun, milletlerimiz sağ olsun. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.